Қанағатсыздық. Бір кедей адам теңіз жағалауында толқынмен жағаға шығып қалған балықтарды теріп жүрді. Сол жағамен өтіп бара жатқан хан кедейді көріп, оған мейірімін көрсетпекші болып, былай дейді: «Дәл қазір ілмегіңе не түссе, саған соның салмағындай алтын беремін» дейді. Біраздан кейін кедейдің ілмегіне ортасы тесік бір сүйек ілінеді. Хан балықшыға: «Не істеймін енді? Несібең осыншалық екен? Ілмегіңе жеп-жеңіл нәрсе ілініпті» деп кедейді алтын беру үшін сарайына алып барады. Сарайға жеткенде хан көмекшілеріне балықшы қолындағы сүйектің салмағындай алтын беруге әмір етеді. Сүйекті таразының бір жағына қойып, екінші жағына алтын қоя бастайды. 5, 10, 20, 50 деп алтындарды қоя беріпті, бірақ сүйек орнынан еш қозғалмайды. Бір қарағанға 4-5 алтын салмағындай ғана болған сүйек қаншама алтыннан да ауыр болып шықты. Таразының бір жағына алтындар тола береді. Тіптен алтындар таразы кесесінен асып жерге шашыла бастайды. Сүйектің ауырлығы сонда да басым болады. Мұнда бір жасырын құпия бар деп хан бір ойшылды шақыртады. Ойшыл сүйекті қолына алып, оған ұзақ уақыт қарады да былай дейді: «Бұл сүйек қанағатсыз бір адамның бас сүйегі. Сіз оны тарту үшін барлық қазынаны қойсаңыз да, ол орнынан жылжымайды. Өйткені көзі тоймайды. Оны тек қана топырақ тойдырады». Осыны естіген хан сүйектің үстіне бір уыс топырақ салады. Сонда ғана таразының сүйек тұрған жағы жоғары көтеріледі.